Әрбір адам өз қабірінің үстіне шығып, кейбірлері жалаңаш, кейбірлері қара киімді, кейбірлері ақ киімді, кейбірлері нұр шашып тұрған күйде отырады. Әрбірі басын иіп, не істерін білмей мыңжылдай отырады. Кейін батыстан от шығып, соның гүрілімен халық махшар алаңына айдалады. Бұл уақытта барлық жаратылыс үрейге түседі. Адамды да, жынды да, жабайы жануарды да бәрін өз істеген амалы алып, тұр, махшарға бар дейді. Амалдары жақсы болған адамның амалы есек, ал кейбірлерінікі қашыр кейпінде көрінеді. Амал өз иесінің үстіне мінгізіп, махшарға алып барады. Кейбірлерінікі қошқар кейпінде көрінеді. Кейбір жағдайда амал иесінің үстіне мінгізіп апарады, кейде тастап кетеді. Әр муминнің нұры болады, алдына және оң жағына сол кездегі қараңғылықта жан-жаққа жарық шашады. Бәлкім қараңғыда ешкім ештеңе көре алмайды. Ол қараңғылықта кәпірлер не істерін білмей қалады. Имандарында күмәні мен күдігі бар адамдар және бидғатшылар, мазһабсыздар сасып қалады. Әхлі сүннет ғалымдарын көрсеткеніне сай, дұрыс сенген адамдар олардың қараңғылығы мен сасқанына қарап, Алла тағаланың өздеріне хидаят бергеніне шүкіршілік етеді. Өйткені Алла тағала муминдерге азапталып жатқан тозақтықтардың жағдайын көрсетеді. Мұнда көп хикмет бар. Расында жаннаттықтар мен тозақтықтар не істеген болса, бәрі мәлім болады. Сондықтан Алла тағала сол уақыттағы адамның жағдайы жайлы досына назар салды, оны тозақ отында көрді деген Араф сүресінің 47-ші аятында тозақ халқына қараған кезде жаннаттықтар: «Ей Раббымыз, бізді залым қауымдармен бірге қылма» дейді деген. Себебі 4 нәрсе бар. Қадірін, маңызын тек 4 адам ғана біледі. Өмірдің қадірін тек қана өлі біледі. Нығметтің қадірін қиналып жүрген біледі. Байлықтың қадірін кедей біледі. Бұл жерде 4-ші жазылмаған. Бірақ жаннат халқының қадірін тозақ халқы біледі делінген. Кейбірлерінің нұры 2 аяғында және саусақтарының ұшында ғана көрінеді. Кейбірлерінің нұры бір жарқырап, бір сөніп тұрады. Олардың нұрлары имандары шамасында, қабірлерінен тұрған кездерінде әрекеттері де амалдары шамасында. Сахих болған хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Я Расулуллах, біз қалай тірілеміз?» деп сұралғанда, ол жауап ретінде: 2 кісі бар, 2 кісі бір түйенің үстінде, 5 кісі және 10 кісі бір түйенің үстінде тіріледі деген. Алла тағала біледі. Бұл хадис шәрифтің мағынасы: бір қауым исламда бір-біріне көмектесіп, дінді, иманды, халал харамды бір-біріне үйретсе, Алла тағала оларға мейірім етеді. Олардың амалынан түйе жаратады да, олар соның үстіне мінеді. Солай тіріледі деген сөз. Ал бұл жағдай амалдың әлсіз болуынан. Өйткені олардың аз амалдары бір түйе бола алмағандығынан, тек бірнешеуінің амалдары бір түйе болуда және ортақ саналуда. Мынаны біліп алу керек. Бұл адамдар ақирет саудасында пайда көріп табыс тапқандар. Бұл жағдайда Алла тағаладан қорыққандар, Алла тағаланың дінін жайғандар, мінушілер. Сондықтан Алла тағала Мариям сүресіндегі 85-ші аятында: Алла тағаладан қорыққандар сол күні Раббыларының нығметтеріне бірлесіп барады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабаларына айтты: Бәни Исраилда бір кісі бар еді, көп қайырымдылық жасайтын. Ол кісі сендердің араларыңда тіріледі. Сонда сахаби кирамдар сұрайды: Я Расулуллах, ол кісі қандай қайырымдылық жасады? Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам жауап берді: Оған әкесінен көп мал-мүлік қалған еді. Сол мүліктен бір егістік жер сатып алып, оны кедейлерге арнады. Раббымның алдына барған кезімде ол менің бақшам болады деді. Тағы көп алтын ажыратып, оны кедейлерге, мұқтаждарға берді. Күң мен құл сатып аламын деді. Тағы көптеген құлдарды азат етіп, олар Алла тағаланың алдында менің қызметшілерім болады деді. Бір күні бір соқыр кісімен кездесіп қалды. Бір жүріп, бір құлап қиналғанын көрді. Оған мінетін жануар сатып алып, бұл Алла тағаланың алдында менің мінетін көлігім деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хикаяны айтып болғаннан соң: Нәпсім құдіретінде болған Алла тағалаға ант етемін, сол жануардың ол үшін жүгенделіп дайын тұрғанын көріп тұрмын. Бұл кісі оған мініп махшарға солай барады деді. Расында Мариям сүресінің 86-шы аят каримасында кәпірлерді беттерін жерге сүйреп тозаққа жібереміз делінген. Бұл мағына кейде жүреді, кейде сүрінеді деген сөз. Өйткені Алла тағала басқа бір аяты каримада жүреді деген Нұр сүресінің 24-ші аятында
және не істегендерін тілдері, қолдары және аяқтары хабарлайды деген. Осы сияқты аяти каримадағы соқыр болып дегеннің мағынасы кәпірлер муминдердің алдында және оң жағында жарқыраған нұрдан мақрұм қалады деген сөз, толықтай соқыр болады деген сөз емес. Адамдар дүниедегі амалдарына қарай тіріледі. Кейбірлері сазды аспап тартып және тыңдап уақытын өткізген. Музыкалық аспаптардың барлық түрі айтылуда. Ғибадаттарды, Құран кәрім мен зікір оқуды сазды аспаппен орындау да бұған тиесілі. Өйткені ешбір сазды аспапта Алла тағаланың разылығы жоқ. Қабірінен тұрған кезде оң қолымен оны алып лақтырады. Сөйтіп сазды аспапқа айтады: саған лағнет болсын, мені Алла тағалаға зікір етуді мақрұм қалдырдың. Сазды аспап оған қайтып келеді де айтады: Алла тағала екеуміз арамызда үкім бергенге дейін мен сенің досыңмын. Сол уақытқа дейін сенен айырыла алмаймын. Осылайша дүниеде алкогольді ішімдік ішкендер мас болып тіріледі. Бастары, аяқ-қолдары ашық күйде көшеге шыққан әйелдер, қыздар, сол мүшелерінен қан ірің ағып тіріледі. Сырнай тартушылар сырнай тартып тіріледі. Кім болса да осылай Алла тағаланың жолынан айырылса, сол жағдайда тіріледі. Сахих болған хадиста риуаят етілген: шарап ішкен адам оттан жасалған шарап ыдысы мойнына асылған және жер бетіндегі заттардың бәрі оған лағнет еткен күйде тіріледі. Аллах жолында өлтіріліп шахид болғандар қиямет күнінде жараларының қаны ағып келеді. Қан түсті және мускус секілді қош иісті болады. Алла тағаланың алдында тірілгенге дейін осы жағдайда болады. Бұл кезде періштелер оларды топ-топ, жамағат қылып жібереді. Әрбірінің астында өздеріне зұлымдық жасағандар жатқан күйде тіріледі. Адам, жын, шайтан және жыртқыш жануарлар мен құстар бір жерде жиналады. Ол кезде жер беті бірыңғай ақ күмістей тегіс болады. Періштелер жер бетіндегі жандылардың айналасында шеңбер болып тұрады. Олар жер бетіндегілерден 10 есе көп. Бұл уақытта халық бір-бірімен араласып кеткен болады. Тығыз орналасып абыр-сабыр болғаннан бір-бірінің аяқтарын басады. Әркім өз күнәсіне қарай терге батады. Кейбірлері құлағына дейін, кейбірлері тамағына дейін, кейбірлері кеудесіне дейін, иығына дейін, тізесіне дейін моншадағыдай терге түседі. Кейбір адамдар шөлдеп тұрған адам су ішкенде қалай терлесе, соншалық аз терлейді. Бұл уақытта барлық жаратылыс арасат алаңында ақ жерде өте ауыр қиыншылықтар тартып күтіп тұрады. Бұл ақ жер, ол күн уахид және қахар болып жер бетін басқа түрге, аспандарды да басқа түрге ауыстырған кезім болмақ. Ол күні барлық нәрсе маған бағынады деген Ибрахим сүресінің 48 аятында баяндалған. Ол кезде жер бетіндегілер түрлі кейіпте болады. Дүниеде маңғаздағандар, тәкаппарланғандар махшарда түйірдей болады. Хадис шарифте тәкаппар кісілердің түйірдей болатындығы айтылған. Ол шын мәнінде түйірдей емес, бәлкім аяқ астында қалып, қорланғандықтан бейшара және төмен болғандықтан түйірдей делінген. Олардың арасында бір қауым тәтті және салқын таза су ішеді. Өйткені сәби кішкентай бала кезінде қайтыс болған мумин балалар әкелерінің айналасында жаннат бұлақтарынан толтырылған ыдыстармен келеді де оларға су береді. Олардың арасында бір қауым тәтті және салқын таза су ішеді. Өйткені сәби кішкентай бала кезінде қайтыс болған мұмин балалар әкелерінің айналасында жаннат бұлақтарынан толтырған ыдыстарымен келеді де оларға су береді. Үмбеттің алғашқы салихтарынан кейбірлері риуаят еткені бойынша бір кісінің түсінде қиямет басталған екен. Ол кісі күтетін жерде қатты шөлдеп тұрыпты. Кішкентай балалардың суы таратып жүргенін көріп оларға: маған да бір жұтым су беріңдерші деп сұрайды. Балалардың арасында бір сәби: біздің арамызда сіздің балаңыз бар ма деп сұрайды. Ол жоқ деп жауап бергенде: олай болса жәннат сусыннан сіздің несібеңіз жоқ дейді. Бұл хикаяда үйленудің және балалы болудың абзал екеніне ишара бар. Бастарына көлеңке түскен бір топ адамдар болады. Оларды махшардың азабынан қорғап тұрады. Бұл көлеңке дүниеде берген зекет пен садақалары. Бұл жағдайда 1000 жылдай тұрады. Муддассир сүресінде сұрды үрлеген кезде деген аяти кәриманы естігенде осы жағдайда тұрады. Бұл аяти кәриме Құран кәрімнің сырларынан. Сұрды үрлеудің қорқынышынан адамдардың төбе шаштары тік тұрып, көздері қайда қарайтынын білмей, мумин мен кәпірлер барлығы бір жаққа қарай айдалады. Бұл қиямет күнінің ауыртпалығын арттыратын азап.
Бұл кезде арышты 8 періште көтереді. Олардан бір періште бір қадам аттағанында 20 000 жылдық дүние жолын жүреді. Періштелер мен бұлттар арыш бекітілгенге дейін ақылға сыймайтын тәсбихтармен тәсбих етеді. Осы күйде арш Алла тағаланың өзі үшін жаратқан ақ жердің үстінде тоқтайды. Бұл кезде Алла тағаланың еш нәрсе шыдай алмайтын азабынан адамдардың бастары төмен иіледі. Бүкіл халық қиыншылықта қалып, не істерін білмей жеңілдік іздейді. Пайғамбарлар мен ғалымдарды қорқыныш басады. Әулиелер мен шахидтер шыдауға келмейтін Алла тағаланың азабынан айқайлайды. Олар осы жағдайда болған күннің нұрынан әлде қайда көп болған бір нұр оларды өзіне алады. Онсыз да күннің ыстығына шыдай алмай тұрған адамдар мұны көре тұра аралас-құралас болады. 1000 жылдай осы күйде қалады. Алла тағала тарапынан оларға ештеңе айтылмайды. Бұл кезде адамдар алғашқы пайғамбар Адам алейхиссаламның қасына барады. Ей адамдардың атасы, жағдайымыз өте нашар дейді. Ол кәпірлер, я Раббым, бізге мейірім таныт, бізді мына азап пен қиыншылықтан құтқар дейді. Адамдар Адам алейхиссаламға айтады: ей Адам алейхиссалам, сен құрметті және қадірлі пайғамбарсың. Алла тағала сені жаратты. Періштелерге саған сәжде жасатқызды. Саған өз рухынан үрледі. Есептің тезірек басталуы үшін бізге шапағат ет. Алла тағала қалай тілесе бізге сондай үкім берсін. Және қайда бұйырса бәрі сол жаққа барсын. Бүкіл болмыстың иесі мен қожайыны Алла тағала мақлұқтарына қалағанын істесін деп жалбарынады. Адам алейхиссалам: мен Алла тағала тыйым салған ағаштың жемісін жедім. Енді қазір Алла тағаладан ұяламын. Бірақ сендер расулдардың алғашқысы болған Нух алейхиссаламға барыңдар дейді. Кейін олар Нух алейхиссаламға барады да: сен расулдардың алғашқысысың. Біз шыдай алмайтындай ауыр жағдайдамыз. Біздің есебімізді тез өту үшін бізге шапағат ет. Мына махшар жазасынан құтылайық деп жалбарынады. Нух алейхиссалам оларға жауап беріп: мен Алла тағалаға дұға еттім. Жер бетінде қанша адам бар болса, бәрі сол дұға себебінен батып кетті. Сондықтан мен Алла тағаладан ұяламын. Бірақ сендер Ибрахим алейхиссаламға барыңдар. Ол Халилуллах, Алла тағаланың досы. Алла тағала Хадж сүресінің соңғы аятында: Ибрахим алейхиссалам сендер дүниеге келмей тұрып, сендерге мұсылман деген атау берді деген. Бәлкім ол сендерге шапағат етеді дейді. Кейін Ибрахим алейхиссаламға барады. Ей мұсылмандардың атасы, сен Алла тағаланың өзіне халил, дос қылған адамысың. Бізге шапағат ет. Алла тағала жаратқандарының арасында өз үкімін берсін дейді. Ибрахим алейхиссалам оларға: мен дүниеде 3 рет тұспалдап сөйледім. Бұларды айтып дін жолында күрестім. Қазір Алла тағаладан бұл дәргейде шапағатқа рұқсат сұрауға ұяламын. Сендер Мұса алейхиссаламға барыңдар. Өйткені Алла тағала онымен сөйлесті және оған рухани жақындық көрсетті. Ол сендерге шапағат етеді дейді. Бұдан кейін тағы 1000 жыл тұрып, бір-бірімен ақылдасады, бірақ бұл кезде жағдайлары қиындай түседі. Ал махшар орны тым тарайып кетеді. Кейін Мұса алейхиссаламға келіп айтады: ей Ибн Имран, сен Алла тағаламен сөйлескен адамсың. Саған Тауратты түсірді. Есептің басталуы үшін бізге шапағат ет. Өйткені бұл жерде ұзақ тұрып қалдық. Халықтың қысылуы артты. Аяқтар бір-біріне өтіп кетті. Мұса алейхиссалам оларға айтады: мен Алла тағала Фирғауынның жылдар бойы жақтырмайтын нәрселерімен жазалануын тілеп дұға еттім. Кейін келетіндерге ғибрат болуын өтіндім. Қазір шапағат етуге ұяламын. Бірақ Алла тағала мейірім мен кешірім иесі. Сендер Иса алейхиссаламға барыңдар. Өйткені ол яқин жағынан расулдардың ең дұрысы. Сендерге ол шапағат етеді дейді. Олар өзара 1000 жыл ақылдасады. Азаптары одан сайын артады. Кейін Иса алейхиссаламға барады да: сен Алла тағаланың рухы және кәлимасысың. Алла тағала сен туралы Әли Имран сүресінің 45 аятында дүние мен ақыретте уәжих, яғни аса қадірлі деген. Бізге Раббыңнан шапағат ет дейді. Иса алейхиссалам айтады: менің қауымым мені және анамды Аллахтан басқа құдай деп санады. Мен қалай шапағат етейін? Олар маған да ғибадат жасады. Мені баласы, Алла тағаланы әкесі деп атады. Бірақ сендер біреудің әмиян болып, ішінде нәпақасы болмағанын көрдіңдер ме? Және аузы мөрленген болып, сол мөрді бұзбай ішіндегі нәпақаны алғанын көрдіңдер ме? Пайғамбарлардың ең үстемі және соңғысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға барыңдар. Өйткені ол уағызы мен шапағатын үмметіне дайындады. Өйткені қауымы оны өте көп жәбірледі. Мүбәрәк маңдайын жарды, мүбәрәк тісін сындырды, оны жынды деп атады. Алайда ол ұлы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам
олардың мақтану жағынан ең жақсысы және абыройы жағынан ең биігі еді. Олардың шыдауға келмейтін қорлық пен жапа шектіруіне қарамай Юсуф алейхиссалам бауырларына айтқан: қазір сендерге міндетсіну жоқ, Архамур Рахимин болған Алла тағала сендерді кешіреді деген аяти каримамен жауап беретін еді. Иса алейхиссалам пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қасиеттерін айтып бергенде адамдар тезірек Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алдына баруға асығады. Дереу Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның минберіне барады. Оған айтады: сен Хабибуллахсың. Ал Хабиб сүйікті себептердің ең пайдалысы. Бізге Раббыңнан шапағат ет. Өйткені біз пайғамбарлардың біріншісі Адам алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссаламға бардық. Иса алейхиссалам саған жіберді: я Расулуллах, сенен кейін баратын жеріміз жоқ. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала рұқсат беріп, разы болса шапағат етемін дейді. Пайғамбарымыз Жәләл пердесіне барады. Алла тағаладан шапағат етуге рұқсат сұрайды. Оған рұқсат беріледі. Перделер көтеріліп, аршқа кіреді. Сәждеге жығылады. 1000 жыл сәждеде тұрады. Бұдан кейін Алла тағаланы сондай хамдпен мақтайды. Әлем жаратылғалы әлі ешкім Алла тағаланы олай мақтамаған. Кейбір әулие ғалымдар айтты: Алла тағала әлемдерді жаратқанда өзін осындай хамдтармен мақтаулармен мақтаған. Арш Алла тағалаға тағзыммен әрекет етуде. Осы уақыт аралығында адамдардың жағдайлары тым нашарланып кетеді. Қиыншылық пен азаптары артады. Адамдардың әрбірі дүниеде тығып жасырған мал-мүліктерін мойындарына асқан күйде болады. Түйе зекетін бермегендерінің мойнына түйе жүктеледі. Айқайлайды және ауырлайтыны соншалық үлкен таудай болады. Сиыр, қой зекетін бермегендер де осындай болады. Олардың айқайлары аспанның күркірегендей болып естіледі. Егін зекетін, яғни үшірін бермегендердің мойнына егін жүктері қойылады. Дүниеде егіннің қай түрінен зекет бермеген болса, сол түрден жүктері жүктеледі. Егер бидай болса, бидай, арпа болса, арпа жүктеледі. Алтын, күміс, ақша және тағы басқа сауда мүлкінің зекетін бермегендер де қорқынышты жыланды мойнына асады. Ол жыланның басында тек 2 өрмесі бар, құйрығы тұмсығына кірген. Адамдар айқай салып, бұл не деп сұрайды. Періштелер оларға: бұлар сендердің дүниеде зекетін бермеген мал-мүліктерің дейді. Міне, осы қорқынышты жағдай Әл-Имран сүресінің дүниеде қимағандары қиямет күні мойындарына асылады деген 180-ші аят каримасымен хабарланған. Ал басқа бір топтың әурет жерлері ісіп кеткен, қан және үрің ағып тұрған болады. Олардың сасық иісінен айналадағылардың мазасы қашады. Олар зина жасағандар және бастарын, шаштарын, аяқ-қолдарын ашып көшеде кезген әйелдер болмақ. Басқа бір топ тілдері ауыздарынан шығып, кеуделеріне асылып қалған өте нашар жағдайда болады. Адам көргісі келмейді. Олар өтірік сөйлегендер және жала жапқандар болады. Тағы бір топ қарындары биік тауларда есіп кеткен күйде тұрады. Олар дүниеде зәрулік болмаса да және келісімсіз пайызға зат пен ақша алып бергендер болмақ. Міне осылай барша харам істердің күнәлары жаман күйде елге жария болады. Алла тағала айтады: я Мұхаммед, басыңды сәждеден көтер. Сен айт, сөзің тыңдалады. Шапағат ет, қабыл болады. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: я Раббым, құлдарыңның арасынан жақсылар мен жамандарды ажырат. Уақыттары ұзап кетті. Әр қайсысы күнәларымен арасат алаңында масқара болды дейді. Я Мұхаммед деген бір үндеу естіледі. Алла тағала жәннатқа әмір етеді. Ол әр түрлі әшекейлермен әшекейленеді. Арасат алаңына апарылады. Жұпар иісінің хоштығы 500 жылдық қашықтықтан сезіледі. Оның иісі жеткенде көңілдері рахаттанады, рухтары тіріледі. Бірақ кәпірлер, мұртәттар және дүниеде мұсылмандарды мазақ қылғандар, Құран кәрімді қорлағандар, жастарды алдап имандарын ұрлағандар және істері жаман нашар адамдар жәннаттың иісін сезе алмайды. Жәннат арштың оң жағына қойылады. Бұдан кейін Алла тағала тозақты әкелуді әмір етеді. Тозақ қорқып айқайлайды. Жіберілген періштелерге: Алла тағала маған азап беретін бір мақлуқ жаратып, онымен мені азаптайды ма деп сұрайды. Олар Алла тағаланың құрметі, ұлылығы және құдіреті үшін Раббың сен арқылы оған қарсы шыққан, сенбеген ислам дұшпандарынан кек алуға бізді саған жіберді. Ал сен осы мақсатта жаратылдың дейді. Періштелер тозақты 4 жағынан тартып әкеледі. Оған 70 000 жіп тағып тартады.
Әр бір жіпте 70 000 шығыршық бар. Дүниедегі темірлердің бәрі жиналса, оның бір шығыршығындай бола алмайды. Әр шығыршықта Забани деп аталатын азап періштелерінің 70 000 періште бар. Олардың тек қана біреуіне дүниедегі тауларды қопару бұйырылса, бөлшектеп тастайды. Ол кездегі тозақтың айқайы, гүрілдеу, от шашуы және қалың түтіні бүкіл аспанды қап-қара қылады. Махшар алаңына 1000 жылдық жол қалғанда тозақ періштелердің қолынан шығып кетеді. Гүрілдеуі, күркіреуі және ыстығы шыдауға келмейтіндей дәрежеде болмақ. Махшардағылардың бәрі бұдан қатты қорқады. Бұл ненің гүрілі деп сұрасады. Хабар беріліп, тозақ Забанилердің қолынан босап кетіп, сендерге жақындап келе жатыр, соның гүрілі делінеді. Мұны естіген барлық адамзат тізелері ұстамай шөгіп қалады. Тіпті пайғамбарлар мен расулдар да өздерін ұстай алмайды. Ибрахим алейхиссалам құрбан еткен Исмаил алейхиссаламды ұмытады. Мұса алейхиссалам бауыры Харун алейхиссаламды, Иса алейхиссалам анасы Мариямды ұмытады. Бәрі я Раббым, бүгін өзімнен басқа ештеңе сұрамаймын дейді. Ол жақта бұған шыдай алатын ешкім болмайды. Өйткені Алла тағала мұны хабар беріп, Жәсия сүресінің 28 аятында әр үмбет Алла тағаладан қорыққаннан тізе шөгіп қалғанын көресің. Әрбірі дүниеде істеген амалдарының кітабына шақырылады деген. Тозақтың босап кетіп күркірегеннен адамдар қорқығаннан тұншығып қалатындай күйде етбеттерімен сәждеге жатып қалады. Бұл Фурқан сүресінің 12 аятында тозақ махшар халқын алыстан көрген сәтте адамдар одан қайнап күркіреген өте жаман дауысы естиді деп айтумен нақтыланған.